Фабима нақдихим мисақахум. Олар Алла Тағалаға берген серттерін бұзып жіберді. Ва куфрихим би аятиллах. Алла Тағаланың аяттарына қарсы келді дейді. Ва қотлихимул анбия би ғойри хақ. Пайғамбарларды өлтірді дейді. Қараңыздар қандай нәрселерді айтып жатыр. Ва қолу құлубына ғульф. Сосын Мұса келіп оларға сөйлеп жатса, ей, мынау болмайды ғой деп. Біздің жүрегіміз жабық, ей Мұса, жабық міне. Түсіне алмай тұр сені деп өстіп күледі екен да. Осы сөздер үшін дейді, бәл тобағаллаху алейха би куфрихим. Аллах Тағала жүректерін мүрлеп тастаған дейді. Күпірлікке арналған жүрек қылды. Өлім келгенге дейін. Қараңыздар қандай мәселе. Вала я'минуна илля қалила. Бұлар енді сенбейді дейді мүлде Алла Тағалаға, болды. Еш нәрсеге сенбейді дейді. Сосын қараңыздар не ұйымдастырды олар. Ва би куфрихим ва қаулихим аля Марияма бухтанан азима. Мариям анамыз келген кезде, Иса алейхиссаламды дүниеге алып келген кезде, Мариям анамызға қарсы келіп, сөзін теріске шығарып, үлкен жала жаба салды Мариям анамызға. Мынау даладан алып келді деген нәрсені. Мариямға. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Сол Мариямға тигізген сөздер үшін дейін жауап береді алейхиссалам, Мариям анамызға да. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Ойыншық емес ол, Алла Тағала салиқалы құлдары. Әрқайсысының кегін алып береді Алла Тағала қияметте. Ол сондай Алла. Түсіндіңіздер қандай мәселе? Сосын мынандай сөзді айтты яһудилер. Ва қаулихим. Мынандай сөз үшін де Алла Тағаланың қарғысына ұшырап жатыр олар. Азап болады оларға. Инна қаталнал масиха Иса ибн Мариям. Расулаллах. Біз Масихты, Мариям ұлы Исаны Алланың елшісін өлтірдік деген. Қараңыздар қандай мәселе. Сосын Алла Тағала айтады. Ва ма қаталуху дейді. Құран алып келді жаңалықты. Олар оны өлтірген жоқ дейді. Олай болса өлтірді деген нәрсе ой. Оған дін негізделіп жатыр да. Мысалы өзіңіз ойлаңыз қандай мәселе. Ол ой дейді Алла Тағала. Ва ма қаталуху. Олар өлтірген жоқ оны. Ва ма солабуху. Ағашқа да асқан жоқ дейді. Олакин шуббиха лахум. Солай көрсетіліп қалды дейді оларға жағдай. Көрдіңіз ба? Ақпарат солай келтірілді дейді оларға. Ва инналлазина ихталафу фихи ла фи шаккин минху. Қараңыздар. Осы жайында таласып жүрген бүкіл жаңа христиандардың жағдайын, насаралардың жағдайын айтатын болсаң, барлығы күдікте жүр дейді негізі асылы. Күдікке негізделген. Өзіңіз ойлаңыз қандай мәселе. Күдікке негізделген жолда дейді. Қандай нәрсе ол? Сосын Алла Тағала айтады: "Ва ма лахум бихи мин илмин илля иттиба'a зон" деп қайталайды қараңыздар. Оларға Иса жайында бір дұрыс білімде жоқ дейді оларда. Иса пайғамбар туралы, Исаның ақиқаты туралы бір дұрыс ілім жоқ дейді оларда. Олардың бүкіл Иса туралы сөйлеп жүрген нәрсесі илля иттиба'a зон. Тек қана ойға еріп жүр дейді. Ва ма қаталуху яқина. Мен кесіп айтайын дейді Алла Тағала. Нақты өлтірген жоқ дейді оны. Ислам не дейді? Баррафахуллаху илей. Алла Тағала оны өзіне қарай көтеріп әкетті, болды. Ва кан Аллаху азизан хакима. Өйткені бәрін бүкілінен үстем дана Алла солай қалады. Сосын кейін түсіреді оны. Келесі аятында айтады: "Ва ин мин ахлил китаби илля ла ю'минанна бихи qabla маутихи." Исаның әлі өлмегенін, Исаның жерге келіп өлетінін айтады Алла Тағала. Жаңағы аятта. Қаншалаған кітап иелері дейді ертең Иса түскен кезде. Қараңыздар қандай мәселе. Міндетті түрде оған иман келтіреді дейді. Иса өлмей тұрып жерге келген кезінде. Көрдіңіздер қандай мәселе. Ва яумал қиямати якуну алейхим шахида. Сөйтіп қиямет күні ол куә болады. Менің мүлде қатысым жоқ еді мына іске деп. Ана бариу мимма тушрикун дейді. Мен еш қатысым жоқ сендердің мені Аллаға серікке қосқандарыңа деп. Көрдіңіз қандай мәселе.